Ассалаумағалейкум құрметті достар, біз сіздермен Snapseed бағдарламасы арқылы біздегі кадрдағы кейбір керек емес нәрселерді алып тастауды қазір меңгеретін боламыз. Ол үшін осындай суретті алдық. Ол жерде мына жерде ағаштың тұрғаны, мына нелер тоқтар, столбты алып тастайық деп тұрмыз. Ол үшін қазір біз Snapseed'тің арнайы бір бағдарламасын қолданамыз. Ол үшін бар болғаны Snapseed'ға кіреміз, ішінде инструменты дегенді ашамыз, соның ішінде точная деген бар. Соны ашамыз, яғни біз бірінші оны алмастан бұрын қазір ағашты қалай алып тастаймыз. Ағашты инструменты арқылы төмен қарай түсеміз. Мына жерде кадрирование бар, сол кадрированиеде ағашты алып тастаймыз. Ол үшін мына жерде произвольно дегенді алып алсақ, произвольно ең бірінші тұрған произвольноды алсақ, өзің былай кадр жасай берсең болады. Шетінен сәл былай жылжытамыз, сонда бізде осындай примерно кадр шықты. Енді бізде мынау столбтарды көріп тұрсыздар. Сосын жоғары жақтан воздух сол инструменттер арқылы, сол кадрирование арқылы жоғары жақты сәл былай қарай жақындатамыз. Бізде примерно осындай нәрсе шығады. Енді қазір бізге мына столбтарды алып тастау керек. Оны инструмент точный дегенді аламыз дағы, қазір алып көреміз, шамамыз келгенше басымен басамыз. Сақындап жаймен кетіп жатқан сияқты. Байып тастасақ, бұлай мәселелер кететін сияқты. Енді бұлай үлкен қылып алып істесең, яғни бұл болмайды екен. Ол үшін отмена береміз. Бағанағы істеген нәрсенің бәріне. Енді біз бар ғой, мына суретті мейлінше үлкейтіп аламыз. Жақындап аламыз. Бізге мынау керек па? Жақындап үстінен осылай алып көреміз. Жақындатып алсақ, бұл жақсы кететін сияқты. Енді қараймыз. Мінекей құрметті достар, бізде осындай кадр шықты. Жаймен. Енді ары қарай инструментке кіреміз дағы. Оны ар жермен ақындап бояймыз. Сәл былай істедік. Енді бізде жерде как силуэт қой, инструментке кіреміз, коррекцияға кіреміз. Бұл жерде тени деген нәрсе бар. Тенені наоборот етсеңіз, қараңғылар ашылады. Бізге мейлінше қараңғы болғаны жақсы. Сосын кейін насыщенностьқа кіреміз, сәл кадр береміз. Сол кезде мынау қызарып шығады. Қызарып шығады. Басқа тағы не істесе болады. Инструмент сәл резкость берсек болады. Сәл резкость береміз. Тағы да фильтрация бар екен. Инструментіға кіреміз дағы, сәл тенеге кіріп, тенеге жабамыз. Сол кезде примерно осындай сурет шығады. Бізде мынандай сурет болған, құрметті достар, одан біз мынандай нәрсе жасадық. Осылай мінекей. Экспорттаймыз, сохранить етеміз, сонымен біздің бұйырса суретіміз дайын. Осындай қызықты нәрселермен бөлісіп тұрамыз. Бізбен бірге болыңыздар.